Таңертең тұрғанда басыңыз ауырады ма? Жүрегіңіз кейде сыздайды ма? Аяқ-қолыңыз ұйып қалады ма? Немесе мүлде ештеңе сезінбейсіз, бірақ соңғы анализіңізге дәрігер холестерин жоғары деді ме? Сол сәтте жарайды диета ұстайын деп ойлап ұмытып кеттіңіз бе? Егер солай болса, бүгінгі видео дәл сіз үшін. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа каналының көрермендері, мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, дипломды дәрігермін. Бүгін мен сізге холестерин туралы толық және адал ақпарат беремін. Тек диета ұста деп айтпаймын, ол жетпейді. Холестерин жоғары болғанда денеңіздің ішінде нақты не болып жатқанын, ол сізге қандай 5 қауіпті зардап әкелетінін және ең маңыздысы, оны дәрісіз табиғи жолмен қалай реттеуге болатынын нақты айтамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыз, соңында тамырды тазарту шайының рецептін беремін. Ендеше бастайық. Көптеген адамдар холестерин деген сөзді естісе бірден қорқады. Ол зиянды деп ойлайды. Бірақ дәрігер ретінде айтамын, холестерин өздігінен зиянды емес. Керісінше ол сіздің денеңізге қажет. Холестерин дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтсам, ол майға ұқсас зат, яғни липид. Ол сіздің бауырыңызда өндіріледі және тағаммен де келеді. Холестерин сізге не үшін керек? Біріншіден, жасуша қабырғаларын қалыптастырады. Сіздің бүкіл денеңіздің триллиондаған жасушасының қабырғасы бізде холестериннен жасалған. Екінші, гормондарды өндіреді. Эстроген, тестостерон, кортизол бәрі холестериннен жасалады. Яғни холестерин болмаса, гормондарыңыз болмайды. Үшінші, Д витамині өндіріледі. Күн сәулесі теріге тисе, холестериннен бізде Д витамині түзіледі. Төртінші, өт қышқылын жасайды. Ол тағамды қорытуға көмегін береді. Демек, холестерин сізге керек зат. Мәселе мынада, оның өлшемі маңызды. Жоғары болса бізде мәселелер туындайды. Ендеше анализде холестерин жоғары деген жазуды көрсеңіз, бұл нені білдіреді? Дәрігерлер холестериннің 2 негізгі түрін бөліп көрсетеді. Бірінші, тығыздығы төмен липопротеидтер, яғни жаман холестерин. Бұл төменгі тығыздықты липопротеин деп аталады. Холестеринді тамырларға тасиды және ЛДЛ деп айтсам болады, өте көп болса тамыр қабырғаларына жабысып, бляшка деп аталатын қатты қабат түзеді. Осы бляшкалар бізде тамырды тарылтады. Екінші бар, тығыздығы жоғары липопротеидтер, яғни жақсы холестериндер. Олар тамырдағы артық холестеринді жинап, бауырға алып кетеді. Яғни тығыздығы жоғары липопротеидтер сіздің тамырыңыздың тазартушысы. Тығыздығы жоғары липопротеид жоғары болса, бізде жақсы. Тәжірибемде жиі кездесетін қате түсінік бар. Адамдар тек жалпы холестерин санына қарап жатады. Жалпы холестерин 6 болды деп қорқады. Бірақ ең маңыздысы бізде ЛДЛ мен HDL ара салмағы. Яғни тығыздығы жоғары, тығыздығы төмен липопротеидтер. Олардың қауіпті көрсеткіштері мынадай. Жалпы холестерин бізде 5,2-ден төмен болған дұрыс. Соған дейінгі мөлшері бізде қалыпты деп саналады. Жаман холестерин 3-ден төмен, жақсы холестерин әйелдерде 1,2-ден жоғары, триглицеридтер 1,7-ден төмен болу керек деген секілді көрсеткіштер бар. Маңызды ескерту, анализіңізде бұл сандарды өз бетіңізше бағалауға тырыспаңыз. Дәрігермен міндетті түрде ақылдасыңыз. Енді сұрақ туады осы жерде. Холестерин бізде неліктен жоғарылайды? Дәрігер ретінде айтамын, себептері бірнешеу. Бірінші себеп ол тамақтану. Майлы ет, сары май, фастфуд, кондитерлік өнімдер, осылардың бәрі жаман холестеринді жоғарылатады. Трансмайлар бізде ең қауіптісі. Трансмай дегеніміз бізде печенье, крекер, маргарин, чипста бар жасанды майлар. Екінші себеп бұл қозғалыстың жетіспеуі. Физикалық белсенділік жоқ болатын болса, жақсы холестерин деңгейі төмендейді. Тазартушы бізде жұмыс жасамайды. Үшінші себеп артық салмақ. Семіздік, әсіресе іш майы жаман холестеринді жоғарылатып, жақсысын төмендетеді. Екі жақтан да жаман нәтиже. Төртінші себеп бізде темекі, ол жақсы холестеринді тікелей төмендетеді және тамыр қабырғаларын бізде зақымдайды. Бесінші себеп бар бізде жас пен жыныс. 50 жастан кейін менопауза кезінде жаман холестерин жоғарылайды. Бұл табиғи процесс, бірақ бақылауда ұстаған дұрыс. Алтыншы себебіміз тұқым қуалаушылық.
Отбасыңызда жүрек ауруы, инсульт болған болса, сізде де бейімділік болуы әбден мүмкін. Жетінші себеп бізде қан диабеті және бүйрек аурулары. Бұл аурулар холестерин алмасуын бұзады, ал енді ең маңызды бөлімге тоқталайық. Холестерин бізде жоғары болса, денеде нақты не болады десеңіздер, тәжірибемде байқағанымдай, адамдар анализде холестерин жоғары деп жазылғанын көреді, бірақ ешбір белгі жоқ болғандықтан маңыздылық бермейді. Бұл бізде ең үлкен қате десем болады. Себебі холестерин үнсіз өлтіруші деп аталады. Ол симптом бермей жылдар бойы тамырды бітеп отырады. Міне жоғары холестериннің 5 қауіпті зардабы. Бірінші зардап атеросклероз. Бұл тамыр қабырғасына холестерин бляшкасы жабысып, тамыр қатаяды және тарылады деген сөз. Салыстырмалы түрде айтсам, бұл су өтетін шлангтың ішін кір басады деген сияқты. Алдымен аз, содан кейін көбейіп, ақырында су өтпей қалады. Тамырыңызбен дәл солай болады. Атеросклероз бұл барлық қалған 4 зардаптың негізі. Екінші зардап жүрек инфарктісі. Жүрек инфарктісі жүрек бұлшықетіне қан баратын тамыр толық бітелгенде болады. Осы сәтте жүрек бұлшықетінің бір бөлімі қан алмай өледі. Белгілері кеуде ауруы, сол қолға таралатын ауру, тыныс алудың қиындауы және жүрек айнуы болады. Маңызды жүрек инфарктісі бірден болмайды, ол жылдар бойы жинақталған бляшкадан болады. Яғни бүгін холестерин жоғары болса, 5-10 жылдан кейін инфаркт қаупі бар деген сигнал. Үшінші зардап бізде инсульт. Инсульт бізде мидың тамыры бітелгенде немесе жарылғанда болады. Ми 1 минутқа қан алмаса, жүздеген мың нейрон өледі. Инсульттың зардаптары параличтен, сөйлеу алмаудан, есте сақтау жоғалуынан бастап өлімге дейін болады. Тәжірибемде инсульттан кейін сауығып қалған науқастарды өз көзіммен көрдім. Ең ауыр жағдайларының себебі жылдар бойы бақыланбаған холестерин болып саналды. Төртінші зардап бізде аяқ тамырының ауруы. Аяқ тамырлары бітелсе, бұл перифериялық артерия ауруы деп аталады. Белгілері жүргенде аяқтың ауруы, аяқ суық болады, аяқ жаралары жазылмайды және аяқ жаралары жазылмайды. Ауыр жағдайларда аяқты кесуге тура келіп жатады. Бесінші зардабымыз бізде жүректің жеткіліксіздігі. Жүрек ұзақ уақыт аз қан алса, ол шаршайды. Жүрек бұлшықеті әлсіреп, дене мүшелерін жеткілікті қанмен қамтамасыз ете алмайды. Осындай кезде мынандай белгілер көрініс береді. Яғни ентігу, шаршау, іштің ісінуі, ұйықтау алмау деген секілді симптомдар болады. Осы 5 зардапты айтып отырып, мен сізді қорқытқым келген жоқ, бірақ мен сізге осы жерде ақиқатты айтқым келеді. Себебі ерте білсеңіз, себебін алдын алуға болады. Ендеше холестеринді жоғарылататын тағамдарды білу бізде бірінші қадам. Осы тағамдарды мүлдем шектеңіз. Бірінші майлы ет және ішкі мүшелер, бауыр, бүйрек, ми, олардың холестерині өте жоғары болады. Майлы қой еті жаман холестеринді тікелей жоғарылатады. Екінші сары май және кілегей. Сары майдың 100 граммында 215 миллиграмм холестерин бар, ал күндік норма 300 миллиграммнан аспауы тиіс. Үшінші жұмыртқаның сарысы. Бір жұмыртқаның сарысында шамамен 186 миллиграмм холестерин бар. Дені сау адамдарға күніне 1 жұмыртқа жеуге болады, бірақ холестерин жоғары болса, сарысын шектеңіз. Төртінші фастфуд және трансмайлар. Картошка, фри, крекер, чипс, маргарин бұлардың бәрі трансмай. Олар бір уақытта жаман холестеринді жоғарылатып, жақсысын төмендетеді. Бесінші өнім тәтті сусындар. Қант триглицеридтерді бізде жоғарылатады. Газды су, шырын, тәтті шай бәрі осы топқа жатады. Ал енді ең пайдалы бөлімге келеміз. Холестеринді дәрісіз, табиғи жолмен қалай реттеуге болады? Дәрігер ретінде айтамын, бұл тәсілдер бізде дәлелденген, ғылыми негізделген. Бірінші тәсіл талшықты тағамдар. Талшық холестерин, яғни клетчаткалар. Талшық бізде холестерин сіңіргіш сияқты жұмыс жасайды. Ол ас қорыту жолында холестеринді байланыстырып денеден шығарады. Ең жақсы талшық көздері сұлы. Таңертеңгі ас ретінде өте тамаша болады. Ондағы бета-глюкан деп аталатын талшық жаман холестеринді 10%-ға дейін төмендете алады. Алма, алмұрт, оларда пектин талшығы бар. Бұршақ тұқымдастарында жасымық, ноқат, бұршақтар кіреді. Зәйтүн антиоксиданттармен бірге келеді. Күніне 25-30 грамм талшық жеуді мақсат етіңіз. Клетчаткалар жеп бастаңыз. Екінші тәсіл омега-3 май қышқылдары.
Омега-3 бізде жүрекке пайдалы май. Ол триглицеридтерді төмендетеді, жақсы холестеринді жоғарылатады, тамыр қабырғасын қорғайды. Ең жақсы көздері майлы балық, сығыр тұқымы және жаңғақ. Ескерту: омега-3 қоспа ретінде де бар, бірақ оны алмас бұрын дәрігермен ақылдасып алыңыз осы жерде. Үшінші тәсіл сарымсақ, орысша чеснок. Көбісі түсінбей жатыр, чеснок деп айтсам болады. Тәжірибемде бұл өте тиімді екенін байқадым. Сарымсақтағы аллицин деп аталатын зат жаман холестеринді 12%-ға дейін төмендете алады. Таңертең аш қарынға 1-2 тіс сарымсақты майдалап, 1 шай қасық зәйтүн майымен жеңіз, немесе тағамға қоссаңыз болады. Төртінші тәсіл физикалық белсенділік. Жүру бізде ең жақсы дәрі. Күніне 10 минут жаяу жүру жақсы холестеринді жоғарылатады, триглицеридтерді төмендетеді және артық салмақты азайтады. 65 жастан асқандарға таза ауада баяу жүру де жеткілікті. Бесінші тәсіл стрессті азайту. Созылмалы стресс кортизол гормонын өндіреді, ал ол холестерин өндірісін арттырады. Тыныс алу жаттығуларын жасаңыз, таза ауада серуендеңіз, уақытында ұйықтап, жақын адамдармен уақыт өткізіңіз. Енді сізге практикалық бонус беремін. Тамырды тазартуға көмектесетін табиғи шай рецепті. Тәжірибемде науқастарыма ұсынатын рецепт осы ингредиенттер бойынша. Бірінші зімбір, 1 шай қасық ұнтақ немесе жаңа тілінген. Екінші сарымсақ, 1 майдаланған тіс. Үшіншісі лимон шырыны, 1 шай қасық, бал, 1 шай қасық. Егер қант диабетіңіз болса, бұл жерде балды қоспасаңыз болады. Сосын ыстық су 200 мл. Дайындалу: барлық ингредиентті кесеге салып, ыстық суды құйыңыз. 5 минут демдеп, таңертең аш қарынға ішіңіз. Бұл шайдың пайдасы зор. Зімбір қан айналымын жақсартып, тамырды кеңейтеді. Сарымсақ жаман холестеринді төмендетеді, ал лимон С витаминмен тамыр қабырғасын нығайтады. Бұл шайды 30 күн бойы күн сайын ішіңіз, содан кейін анализ тапсырып, өзгерісті өз көзіңізбен көресіз. Ескерту: бұл шай дәрінің орнын баспайды. Дәрігер дәрі тағайындаса, оны өз бетіңізше тоқтатпаңыз. Қымбатты көрермендер, бүгін біз холестерин туралы өте көп нәрсе айттық, бірақ мен білемін, кейбіреулердің жеке сұрақтары бар. Осындай жеке сұрақтарыңыз болса, мен онлайн консультация өткіземін. Ол үшін комментарийда консультация деп жазыңыз, мен сізге жеке жауап беремін. Сондай-ақ Instagram парақшамда күн сайын денсаулыққа қатысты қысқа кеңестер жариялаймын. Instagramымда профиль сілтемесінен таба аласыз, сол жерде маған жеке хабарлама жаза аласыз. Тек ескерте кетейін, онлайн консультация толыққанды дәрігерлік тексеруді алмастырмайды, ал енді бүгінгі видеодан ең маңызды қорытындыға тоқталайық. Бірінші, холестерин өздігінен зиянды емес, бірақ оның жаман түрі көбейсе 5 қауіпті зардапқа әкеледі. Екінші, холестеринді бақылау қан анализінен басталады. Жылына кемінде 1 рет тексеріліңіз. Үшінші, оны дәрісіз табиғи жолмен реттеуге болады. Төртінші, зімбір, сарымсақ және лимон шайын 30 күн ішіп көріңіз. Егер бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздің бір репостыңыз бір адамның денсаулығын сақтауы мүмкін. Комментарийде маған жазыңызшы, холестерин деңгейіңізді бақылайсыз ба? Бұл тәсілдерді қолданып көрдіңіз бе? Мен оқимын және жауап беруге тырысамын. Ал келесі видеода тамыр тазарту туралы тереңірек сөйлесеміз. Жіберіп алмаңыз, менің каналыма жазылыңыздар, сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.